Бүгін бізде Opel Vectra 97 жылдікі. Енді көп комментарий бойынша оқимын. Ескі көліктерді, халық айдайтын машиналарды түсір деп. Сондықтан бүгінгі роликтер кішкене ескілеу көліктерге арналған болатын. Көлікте перебой. Бүгін біз арнайы Opel тексеретін сканермен қарайтын боламыз. Көлікте осындай перебой. Дұрыс ала алмай тұрып, қазір осыны сканерге түсіреміз. Қандай жақ? Проблема ауа соқты. Құдай қарадық, свечесінің қосылысында ештеңе жоқ. Бірақ көлікте ауа соқты. Бензинасы 210, 4/3 қозғалтқыш. Бір цилиндр жасамай тұр дейді. 2000 жылғы көлік. Қазір қараймыз не дейін екен. Жаңа Mercedes-імізді диагностика түсірген болатынбыз. Компьютерлік диагностикада тапқан жоқ. Ал мотор тестер EKG-мен түсірген жағдайда бізде бір цилиндр төменде тұр. Бұл пурпурлы түс 3-ші цилиндр. Бізде проблема 3-ші цилиндр дұрыс жасамай тұр. Ақау катушкадан болып шыққан. Camry 2006-нікі 3-тік қозғалтқыш. Көлікте бізде сигнализациясы тұр, кілтек кеткен екен иесі. Форсунка тазалау. Және де подсос ауа соғып тұрғасын клиенттің өзі өз қолымен ашып, маған тек форсункасын тазалаттырып жатыр. Қазір көреміз форсунканың жағдайы қандай болып жатқанын. Форсункалар шынымен де бітелген екен, барлығы тамшылап тұр. Қазір уақыты өте келе, іші тазалағаннан кейін бір күп шашатын болады. Әзірше тамшылап тұр. Тазалау процесі. Тазалап болғаннан кейін көреміз. Бірдей шашаймын, бірдей шашпаймын. Негізі маған осы цилиндрдің форсункасымен мына колбада тұрған. Және осы колбада тұрған форсунка ұнамай тұр. Екеуі тамшылап тұр өзіміз. Тазартып көрек, егер тазалағаннан кетсе, ішінде қоқыс тұқ болады. Сол егер кетсе, бұнда барлығы тамаша деген сөз. Егер кетпесе, онда екі форсунканы іздейтін болады. Есі. Қазір көреміз не болғанын. Тазалап болған сәт, құйып көрген, жалпы барлығы бірдей. Мына 64, 65, 62 миллиграмм еді, біреулерде 75 миллиграмм еді, біреулерде 80 миллиграмм еді. Қазір кішкене реттелді бәрі. Осылай міне Camry-дікін тазалап болған сәт. Бүгін бізде Skoda Rapid 1.6-8 клапанды көлікті прошивка жасаған болатынбыз. Бұл жерде жаңа чек жанған, сосын расходқа өтіп кеткен. Катализаторы тесіп шыққан бір жағынан, уже өтіліп бастап, цилиндрдің ішіне кіріп бастаған, ұнтақ болып, сосын алып бастап, барлығы жақсы болды. Енді соны прошивка жасап, айдап көретін боламыз есімен бірге.